Осы видеода тең бөлшектерді қарастырамыз. Ол үшін алдымен алдыңғы видеоның соңындағы сұрақтың жауабына назар аударсақ. Ол видеоға экрандағы сілтемені басу арқылы өтуге болады. Ермек шоколадтың 3/2 бөлігін жегісі келді. Алайда ол шоколад 6 бірдей бөлікке бөлініп қойған екен. Көріп тұрғанымыздай, 3/2 бөлігін жеу үшін Ермек 6-аудан 4-еуін жеу керек. Бөлшек арқылы өрнектесек, ол 6-дан 4 болады. Демек, 3/2 мен 6-дан 4 бөлшектерінің мәндерінің тең екенін көреміз. Мұндай бөлшектер тең бөлшектер деп аталады. Тең бөлшектерге келесі мысал. Дөңгелек 4 бірдей бөлікке бөлініп, соның бір бөлігі басқа түске боялған дейік. Алдыңғы сабақта өткеніміздей, боялған бөлігін бөлшек арқылы өрнектесек, ол 4/1 болмақ. Енді осы дөңгелекті алып, оның әрбір бөлігін өз кезегінде тағы теңдей 2 бөлікке бөлейік. Сол себепті әуелгі бөлшектің алымын да бөлімін де 2-ге көбейтеміз. Дөңгелек енді барлығы 8 бірдей бөліктен тұрады, және оның ішінде 2-еуі боялған. Яғни 8-ден 2-сі боялды дейміз. Ал бастапқы дөңгелегіміздің әрбір бөлігін теңдей 3 бөлікке бөлсек, бастапқы бөлшегіміздің алымы да бөлімі де 3-ке көбейтіледі. Себебі біз барлық бөлігін 3-ке бөлдік. Дөңгелек енді 12 бөліктен құралған дейміз. Ал боялған бөліктерінің саны 3-еу. Және бөлшек 12-ден 3. Енді осы дөңгелектер мен сәйкес бөлшектеріне назар аударсақ, бөлшектері әртүрлі сандармен өрнектелсе де, дөңгелектердің боялған бөліктері тең. Яғни, бұл бөлшектердің мәндері тең. Алдыңғы мысалдардан байқағанымыз, бөлшектің алымында бөлімінде бір санға көбейтіп немесе бөлсек, оның өзіне тең бөлшек шығады. Бөлшектің әуелгі мәні өзгермейді. Бізге 4/3 деген бөлшек берілді. Оның алымын да бөлімін де 4-ке көбейтейік. Нәтижесінде шығатын бөлшек 16-дан 12 4/3-ке тең. Және тура солай 16-дан 12-ның алымын да бөлімін де бір санға біздің жағдайымызда 4-ке бөлсек, алғашқы бөлшегіміз 4/3 қайта шығады. Бөлшектің мәні өзгермеді. Ендігі мысал 3/1 деген бөлшек берілді. Оның алымын да бөлімін де мысал 5-ке көбейтейік. Пайда болатын жаңа бөлшек 15-тен 5, 3/1-ге тең. Немесе 15-тен 5 берілсін. Оның алымын да бөлімін де 5-ке бөлдік дейік. Сонда шығатын 3/1 15-тен 5-тің өзіне тең. Осыған сәйкес алдыңғы дөңгелектің мысалындағы 4/1-дің алымын да бөлімін де 2-ге көбейтсек, оған тең 8-ден 2 шығады. Келесі сұрақтардың жауабын комментарийға жазып қалдырсаң. Бірінші, 48-ден 36 бөлшегіне тең және бөлімі ең кіші болатын бөлшек қандай? Екінші тапсырмадағы сұрақ белгілерінің орнына қандай сандарды қойғанда теңдік дұрыс болады? Осы видео ұнаған болса, достарыңмен бөлісіп, каналға жазыл.